Саламатсыздар ма қатысушылар? Біз бүгін AutoCAD бағдарламасы бойынша келесі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Алдымен мына жердегі плюс батырмасын басып, мен новый чертеж ашайын. Мен қазір жұмыс айлағына өттім. Енді қараймыз. Біз алдыңғы тақырыпта, алдыңғы жұмыстарда рисование панеліне талдау жасаған болатынбыз. Енді бүгінгі кезекте біз редактирование панеліне талдау жасайтын боламыз. Яғни редактированияда бізге керекті негізгі талдауларды жасайтын боламыз функцияларға. Алдымен мен бұл жерге қарапайым шеңбер сызайын. Кез келген размердегі шеңберді сыза берсеңіздер болады. Енді қараймыз. Және шеңберден басқа тағы да бір 3-4 элемент сызайын. Мысалға 4 бұрыш қояйын. Және тағы да 4 бұрыш сызайын. Мен бұларды сызып қойдым. Енді редактирование панеліне қарайтын болсақ, бізге бірінші көзге түсетін ол перенести командасы болады. Енді қараймыз, бірақ та бұдан басқа да көптеген командалар бар. Бірақ та практика жүзінде бұл командалардың барлығы дерлік, яғни 100%-ке қолданыла бермейді. Біз главный қандай практика кезінде қолданылатын командаларды қазір мен атап көрсететін боламын. Біріншісі бұл перенести. Яғни горячий клавишта Shift плюс E. Егер мен қазір Shift E-ні басатын болсам, менде перенести объектісі қосылады. Оны мынау командный строкадан көре аласыздар. Енді командный строкада ол жазылып тұр. Объектін белгілеңіз дейді. Мен бәрін белгілеймін. Содан кейін Enter батырмасын басам. Enter батырмасын басқаннан кейін маған командный строкада базовый нүктені белгілеңіз дейді. Базовый нүктені мен кез келген жерде белгілесем. Енді осы нүкте арқылы мен перенести кішкене ауыстырдым, орын ауыстырдым. Егер мен белгілеп алып барып, перенести батырмасын басып, қазір мен мына жерде нелерді қосып қояйын. Перенести батырмасын басып, қазір белгілеп аламыз. Перенести батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде бізде центр деген қосайық. Центр деген қосылып тұр. Осы жерде базовый нүктеден мына жаққа қаратай, базовый нүкте бізде. Мына жаққа қаратай, мысалға 1500 мм орын ауыстырсақ болады. Яғни ол базовый нүкте мына жерде қалды. Мен 1500 жазып, мына жаққа қаратай перенести, яғни орын ауыстырдым. Команданы орындадым. Демек, қарапайым ғана орындау үлгісі белгілейміз. Перенести командасын басамыз, немесе Shift E-ні басасыздар. Базовый нүктені белгілейміз, одан кейін орын ауыстыра береміз. Болды, бұл қарапайым команда. Енді одан кейін команда бізде повернуть деп тұр. Яғни айландыру командасы. Ол да дәл осы сияқты жүзеге асады. Shift Y. Мына жерде сол нені қосымшаны орындасақ, оны орындауға болады. Мен қазірше осылай белгілеймін. Бастым команданы, мына жерде объектін белгілеңіз дейді. Мен барлық объектін белгіледім. Мен одан кейін Enterді бастым. Команданы қолдадым. Одан кейін базовый нүктені белгілеңіз деді. Белгіледім. Одан кейін менде орын ауыстырады. Угол поворота мысалға мен 15 градус десем болады. Орын ауысады. Яғни мен жаздым жаңағы жерге. Яғни қараңыздар. Мен белгіледім. Одан кейін мына жерде повернуть батырмасын бастым. И осы кезде бізде базовый точка, одан кейін сандар көріну үшін, мысалға 8600 деген сандар көрініп тұр ғой. Ол үшін мына жерде динамический вывод деген команда бізде қосылып тұру керек қасиеттер панелінде. Енді мына жерге басып, мен өзім қалаған неге қойсам болады. Ауыстырсам болады. Мен қазірше Ctrl-Z-пен артқа қайтам. Енді осы команданың альтернативный менюларын қарастырайық. Соға белгіледік. Мұнда бізде повернуть командасы бастық. Базовый нүкте, центральный нүктені таңдадым. Енді осы жерге мен копия дейтін болсам, онда бізде бірінші таңдап алған объектінің оригиналы деп айтсақ та болады. Соны
біз копировать етеміз мысалы осындай неге Google-ға. Көрдіңіздер ме? Демек, белгілеп аламыз, повернуть басамыз, и базовый нүктені белгілейміз, одан кейін копия. Сол арқылы мен мына Google-ге оны орналастырсам болады. Енді келесі тағы да альтернативный менюда ол белгілеп алам алдымен. Мышканың оң жағын басам, яғни мышканың оң жағын басқаным менде интердің рөлін ойнап тұр, яғни интер батырмасын. Ана жерде нүктені белгілейміз, базовый нүктені. Осы кезде опорный угол деген шығады. Опорный угол мысалға біз 25 градус деп интер батырмасын бассақ болады. Яғни ол 25 градусқа бізді бағана орын ауыстырған болады. 25 градус. Демек, қайттан белгілеп, қайттан көрсетейін. Повернуть батырмасын басамыз. Центральный точканы көрсетеміз. Опорный угол бізде қараңыздар 18 дейік. 18 градусқа біз қазір бұны бұрдық, өзіміздің объект. Яғни бұл командалар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі бізде обрезать командасы. Обрезать командасы. Ол үшін мен мынау тіктөртбұрыштардың ішіне тағы да бір мынандай тіктөртбұрыш қояйын. Кішкене кішірек. Осыны белгілеп, сосын перенестейік. Операциясын орындап, мында клей. Енді бізге осы жердегі мына екі сызықты, мынау тіктөртбұрыштың ішіндегі екі нені өшіріп тастау керек. Сызықты бір сөзбен айтқанда. Ол үшін объектіні белгілейміз, немесе мына объектті белгілейміз. Және мына жерде бізде обрезать командасы бар. Басамыз. Біріншісі, екіншісі болды. Бізге керектісін ғана дәл еттік. Окей. Міне, көрдіңіздер ғой. Осылай жасасақ болады. Немесе тағы да белгілеп, осы команданы бассақ, одан кейін мына жерге бізде обрезать деген шығады. Былай басамыз, былай басамыз. Міне, осылай жасасақ болады. И осыны неге басатын болсақ, астыңғарда бізде удлинить деген команда бар. Осы команданы басатын болсақ, бізге выберите объект или все. Объект бізде мынау. Окей. И мысалға мен осы мәуіре сызықты мына қардай жалғаған келеді. Яғни ұзартқым келеді. Егер мен мынаны басатын болсам, ол ұзарады. Ал мына жағын басатын болсам, мына жағы ұзарады сәйкесінше. Яғни олар бір-біріне противоположный командалар деп айтсақ та болады бір сөзбен. Яғни орындау өте қатты қиын емес, тек қана дайындықты қажет етеді. Ал одан кейінгі команда бұл өшіру командасы. Алды мысалға белгілейміз. Мысалға өшірсек болады бірден. Көрдіңіздер ғой? Оған белгілеудің қажеті жоқ. Яғни бірден басатын болсақ, ол контурда. Демек, бізде мына сызықтардың бәрі бір полилиния болып тұр. Полилиния дегенде ол отрезектер емес, полилиния отрезектардың қосындысы бір сөзбен айтқанда. Бірақ бәрі біріккен. Сондықтан ол бәрін алады да, соға өшіре алады. Мышканың оң жағын басады. Көрдіңіздер ғой, дәл солай бұл командада, былайша айтқанда, обрезать командасының рөлін ойнап тұрғанға ұқсайды бір сөзбен айтқанда. Енді келесі команда. Келесі команда бізде бұл копировать командасы. Егер мен копировать командасын басатын болсам, дәл солай мысалы объектілерді белгіле дейді. Объектін бәрін белгіледім. Одан мышканың оң жағын басам. Немесе интерді басам. Мышканың оң жағын бастым. И осы жерден бізге базовый нүктені белгіледі. Базовый нүктені белгіледім. И мен осы объектіні қалағанымша мысалға көшіре берсем болды. Көрдіңіздер ғой? Енді escape батырмасын барып отмена берем. Одан кейін команданы қайтадан бастайтын болсам, команданы бастаймын. Қайтадан белгілеймін. Мышканың оң жағын басам. Базовый нүктені белгілеймін. И осы жерде бізде массив деген бар. Массив деген басатын болсақ, яғни количество элементов деген шығады бізде, көрдіңіздер ғой. Осы количество элементов дегенде біз 10 деп жасасақ, біз демек, біз бұны 10 рет кез келген жаққа бірдей қашықтықта бір-бірінен
яғни копировать ете аламыз деген сөз. Сол былайынан копировать етеді. Вывод батырмасын басайық. Міне бізде 10 нені қойды, бір-бірін көшіріп, бірдей қашықтыққа қойды. Енді мен қайтадан мына жерге ораламын. Бұл команда түсінікті деп ойлаймын баршаңызға. Келесі команда бұл отразить зеркально, яғни айна командасы болып табылады. Ол үшін команданы бассақ, одан біз оны белгілейміз. Белгілеп болған соң мышканың оң жағын бастап, одан кейін бірінші нүктені белгілеңіз дейді. Мысалы, мен мына нүкте деп белгілеуге болады. Бірақ ол үшін мен мына жердегі нелерді қосуым керек. Керекті зависимостьтарды қосуым керек. Бірінші нүкте мына жер, екінші нүкте менде уже екінші нүктені мына нүктеде бассам болады, немесе мына нүктеде бассам болады. Бәрі олар бір-біріне зеркально болады. Сол мына нүктеде болады. И егер мен осы жерде да дегенді басатын болсам, менде исходный объект удалить етіледі. Көрдіңіздер ғой? Исходный объект менде удалить етіліп кетті. Енді мен қазір қайтадан артқа қайтамын. Қайтадан белгілеймін. Зеркальный командасын басам. Мына жердегілердің бәрін мен белгілей салуым керек. Өйткені барлығы дерлік маған керек болады. Окей. Енді біріншісін басам. Одан кейін екіншісін басам. И нет батырмасын бассам, бұлар бізде бәрі қалады. Толық түрде. Бұл бізде зеркалить ету командасы болды. Ал енді бізде келесі ол сопряжение, немесе фаска деген болады мысалға. Сопряжение командасын басатын болсақ, бізге көптеген мынандай нелер шығады. Альтернативный командалар шығады. Көбіне практикада сопряжениені радиус ретінде қолданылады. Радиус 150 дейін, интер батырмасын басам. Одан кейін выберите первый объект деп тұр. Бірінші объект мынау, екінші объект мынау. Бастым. Бізге мынандай сопряжение қойды, яғни 150 мм радиусы. Қайтадан қайталайын. Қайтадан қайталау үшін мына жердегі бізде пробелді бассаңыздар болады. Бірінші объект мынау, екінші объект мынау. Қайтадан соны қайталасақ болады мысалға, пробелді басып. Міне осы арқылы біз бір сөзбен айтқанда 4 жағына, 3 жағына қойдық, қайтадан басып, қайтадан қоятын болсақ, біз 4-ші жағына да сопряжение командасын орындадық. Енді келесісі бізде ол фаска. Фасканы бассақ, бізде мысалға бірінші отрезок белгілеңіз дейді. И одан кейін екінші нені белгілеңіз дейді. Объектін белгілеңіз дейді. Екінші объектін белгіледік, бірақ бізге углды көрсету керек. Ол үшін мысалға фасканы белгілейміз алдымен. Бірақ оған мен жеке бір мысалы мына шығарайын. Былай қаратайын. Екеуі жеке объект болып тұр. Фаска командасын басамыз. И мына жерге мысалға бірінші отрезок и екінші отрезок. Екінші отрезокты басқан кезде shift батырмасын басуымыз керек. Так, қазір. Алдымен біз отрезоктың өзін бастық, и одан кейін мына жерде длинамен жұмыс жасап көрейік бірінші. Бірінші фасканың длинасы ол так 174 болсын. Ал екіншісінікі тағы 174 болсын. Яғни осы арқылы мен қазір белгілі бір фаска қойсам болады. Яғни бұл команда көбіне машиностроение чертеждарында көбірек қолданылады. Қайтадан қарастырайық. Фасканы бастым. Бұл жерде бізге длина деген керек болды. Длина первый фаски мысалға 100 мм. Екіншісінікі мысалға 100 мм. Біріншісі и екіншісі. Осы арқылы біз фасканы құрып алдық қазір. Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Енді келесі қараңыздар. Бұл яғни сложный объектіні кез келген примитивтерге, яғни
әртүрлі сызықтарға және де басқа да нелерге бөлетін команда болып табылады. Мысалы біз соны қарастырайық. Ол үшін мен мынандай тіктөртбұрыш алайын, тіктөртбұрышты орналастырайын. Қарасаңыздар, бұл цельный бір контур болып тұр. Ал егер мен мына команданы басып, одан кейін осы тіктөртбұрышты белгілеп, мышканың оң жағын басатын болсам, ол кез келген объектілерге айналады. Кез келген объекті болғанда 4 объектіге айналады. Қайттан көрсетемін. Қараңыздар, міне басамыз. Одан кейін бізге мына жерде командный строкада выберите объекты деп тұр. Объектін белгілейміз, мышканың оң жағын басамыз. Сол кезде бізде объектілер әртүрлі объектілерге бөлінеді. И біз мына жерде бір команданы қалдырып кеттік, ол соединение кривых деген. Оны былай жасасақ болады. Ол үшін мен мына жерге бір полилиния қояйын мысалға. И одан кейін spline дегенді кешіріңіздер. Spline осылай жасайын. И одан кейін мына команданы басайын. Осы жерде соединение кривых командасын орындаймыз. Басамыз. Біріншісі мысалға екіншісі. Міне бізде екі сплайнды қосып беріп отыр, бір сөзбен айтқанда. Бұл жай ғана бір сөзбен айтқанда соединение командасын орындап жатыр. Бірақ практикада өте көп қолданысқа ие емес бұлар. Енді келесісі бізде яғни ұзарту командасы болып табылады. Ол үшін мен сіздерге бір пример келтірейін мына жерге. Мысалы осындай бір пример қояйық. Диагональдарын сызайық былай. Диагональдарын сызып, ортасына бір шеңберді қояйық. Енді қазір қараймыз. Бізге егер мына екі диагональдың қатынасын өзгертпей, мына объектіні жылжыту керек болса, яғни ұзарту керек болса, біз осы команданы орындаймыз. Енді қараймыз. Алдымен команданы белгілейміз. Яғни объектін белгілейміз. Яғни біз мына жерге дейін оны ұзартамыз дейміз. Бір сөзбен айтқанда міне осы жер. Сосын мышканың оң жағын басамыз. Базовый нүктені мен мына жерді басам. Базовый нүкте деп тұр. Базовый нүкте мынау. И одан кейін біз оны созамыз. Яғни созған кезде бізде мына диагональдар бізде сақталып тұр. Ал бізде шеңбер бұл неге кірген жоқ. Мен бағананы белгілеген жоқпын. Қазір қайттан артқа қайтып мен оны белгілейтін боламын. Растение командасын басам. Мен мынаны белгілеймін. Мышканың оң жағын басатын боламын. Яғни бұл жерде түсіну керек нәрсе ол біз осы растение командасын басқаннан кейін мен қазір нені белгілеген кезде жасыл аймаққа қанша сызық яғни кіріп тұр, соларды ғана ұзарта аламын. Егер объект полный кіретін болса, мысалы шеңбер полный кіретін болса, мен оның орнын ауыстыра аламын. Қазір қараңыздар, мен полный шеңберді белгіледім. Мышканың оң жағын бастым. И одан кейін базовый нүктені белгіледім. И мысалға белгіледім. Мен шеңбердің бір сөзбен айтқанда, қазір мысалға орнын ауыстырдым. Яғни орнын ауыстырдым. Бір нүктеден екінші нүктеге. Өйткені ол менде толық түрде кіріп тұр объект ретінде. Тағы да бір қарастырамыз. Так, объектіні белгілейміз. Объектіні мысалға былайынан белгілейік. Олай белгілеймін, болмайды, былайынан белгілейік. Мышканың оң жағын басайық. Мына жақтан қайта жазайық. Бізде жасыл не болғандықтан, яғни объекті бәрін бірге алып тұр. Яғни бұл жерде бір қызығы, біз мына негізгі диагональдық пропорцияны өзгертіп алмаймыз да, главный. Яғни главный артықшылығы осы жерде. Енді келесі бұл масштаб. Масштаб деп тұр. Ол үшін мен сіздерге пример ретінде қарапайым бір нені жасайын, тіктөртбұрышты. Бірінші нүктені белгіледім, мышканың оң жағын басып, размерге бастым. Длина 100 мм, ширина 900 мм. Мына жерге салдым. Енді масштабты басып белгілейтін болсақ, мышканың оң жағын бастым, белгілеп болғаннан кейін базовый нүкте мына жерде деп белгіледім. И мысалға менде қазір бұл 100-ге 100 деп тұр. И мысалға мен 2 есе кетем. И
2 есе үлкейтсем, так, мына жерде измерить командасы арқылы тексереміз расстояниені. Бірінші нүкте и екінші нүкте 200-ге ауысып отыр, яғни қарапайым ғана. Қайтадан артқа қайтамыз. Белгілейміз команда, немесе белгілеп алып бастауға болады, немесе команданы басқаннан кейін де белгілесек болады. Мысалға, қараңыздар, бастым, одан кейін барып белгіледім, мышканың оң жағын бастым, базовый нүктені белгіледім де 2-ге үлкейттім. Немесе қайтадан обратно, алдымен белгілеп аламыз, одан кейін масштабты басамыз, одан кейін базовый нүктені белгілесек те болады. Окей. Енді бұл команданың альтернативный менюларына қарастырсақ. Алдымен команданың өзін басайық, белгілейік, мышканың оң жағын басайық, базовый нүктені белгілейік. Одан кейін мына жерге копия дейік. Копия деген сөз біздің бірінші исходный масштаб, ол өз орнында қалады деген сөз. Яғни мынаның размері, бұның размері бізде 100 болу керек. Ал келесінің размері 200 болады. Демек біз бағананың бір сөзбен айтқанда копиясын жасап орналастырып аламыз. Енді келесі команда ол бізде массивтер. Массивтер негізінен чертеж жасау саласында өте көп қолданысқа ие командаларының бір ретінде айта кеткен жөн. Себебі бұл қазіргі кезде өте көп қолданысқа ие. Яғни кез келген чертеж жасауға арналған программалардың бәрінде осы массивтер орналасқан. Егер біз объектін белгілеп алып, одан кейін барып массивтің бірінші түрін қарастырайық. Бірінші түрін бассақ, бізге массив сразу көбейіп шыға келеді. Көрдіңіздер ғой, бірінші операция ештеңе орындалмай тұрған күннің өзінде. Бұл жерде біз столбылардың қатарын өзгерттік болады, мысалға үшеу. Ненің қатарын өзгертсек болады, азайтсақ болады. Одан кейін мысалға между өзгертсек болады, 100 деп. Бірақ олар өгізде ішіне келіп кетеді, бірақ та сіздерге пример ретінде көрсетіп жатырмын. Бұлардың бәрін осылай қоюға болады. Және де мына жерден өзгертсек болады, 350 деп. Бізде қосымша мына жердегі несі көбейеді, яғни полный нелері, өлшемдері. Одан кейін мысалға закрыт массив деп бұны қолданыстан шықсақ болады. Қарап отырсаңыздар, бұлардың бәрі бір массив ретінде чертежда көрініп тұр. Бірақ если бұлар массив болып бізге кедергісі келтіріп жататын болса, егер біз бұның бәрін белгілейміз де, мына жерде бізде команда бар, яғни бәрін бөліп тастайтын команда арқылы бөліп тастаймыз. Бұл кезде бәрі жеке-жеке өз алдына жеке дербес фигуралар болып шыға келеді. Енді келесі массив түрін қарастырайық. Ол үшін мен шеңбер сызайын, шеңбердің бойына мынандай бір тағы шеңбер сызайын. Енді қараңыздар, бұл массив бізде круговой массив дейді. Көбірек қолданысқа ие. Көп сызбаларда, мысалы машина жасау сызбаларында өте көп қолданысқа ие, бір сөзбен айтқанда. Круговой массивті басамыз, выберите объекты, объектін белгілейміз, мышканың оң жағын басамыз, яғни интердің орнына жүреді, и центральный нүктені белгіледік. Центральный нүкте неге соған. Ол менде 6-ауын автомат түрде шығарады. Өйткені мына жерде 6 саны қойылған. Яғни 6-ға көбею керек массивтің саны. Мен мысалға оны 12-ге көбейтсем болады. Және басқа да оны азайтсам да болады. И угол бойынша қойсам да болады. Мысалы 180 градус. 360 градус емес, 180 градус деп қойсам да болады. Ол көбіне осылай не бойынша да регулировка жасауға болады. Угол бойынша да бұл массивтің бұл кішкене өзіндік артықшылығы бар екендігін көрсетеді. Мысалы закрыт массив деп бұдан да шығып кетсек болады. Дәл солай, соған бізге массив деп көрінмегендіктен мына жерде оны кез келген фигураларға бөліп тастасақ болады. Сол кезде жеке-жеке фигураларды аламыз. Енді келесі команда. Келесі команда бізде ол
массив по траектории дейді. Мысалға мен қазір бір сплайн сызайын мына жерге. Осындай бір сплайн сыздым. И осы сплайнның бойына так мына жерге мысалы бола береді. Осы жерге мен шеңбер сыздым. Енді осы пример ретінде қарастырамыз. Массив таңдаймыз. Выберите объект. Объект болса, мышканың оң жағын басам, немесе интерді басам. Мен қазір мышканың оң жағын басам. Выберите криволинейную траекторию. Траектория бізде мынау. Қарасаңыздар, бізде белгілі бір массивтердің қосындысы шықты. Яғни траектория бойынша жүріп отыр біздің шеңбер. Оның санын өзгертуге болады, мысалға мына жерде. И бұлардың қатарын өзгертсек болады. Екі қатар, мысалға 10 қатарға өзгертсек болады. Яғни бұл жерде ешқандай не жоқ, ограничение жоқ. Ол сіздердің компьютерлеріңіздің былайша айтқанда мощностына байланысты. Біреуіне қойып қояйын, и закрыт массив дейді. Яғни бұл команда сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі команда бізде ол смещение. Подобие деген команда болады, сместить. Бұл команданы қолданудың негізгі 2-3 түрі бар. Қазір біз осы бірінші түрін қарастырайық. Мысалға команданы басамыз. Одан кейін укажите расстояние или смещение. Мысалға мен расстояние берсем 100 мм деп, и мынаны белгілесем, ол менде автоматты түрде 100 мм-ге ішке немесе сыртқа. Сыртқа қойған дұрыс болады. 100 мм менде мына край 100 мм-ге ығысты деген сөз. Қайтадан қайталаймыз. Белгіледік, немесе белгілемей-ақ бассақ болады. Смещение или экран деп тұр. Мысалға мен қазір бұны 50 деймін, интер батырмасын басам. Одан объектін белгілеймін. Объектін белгілеп, ішке қаратай, сыртқа қаратай белгілесем, ол сыртқа қаратай 50 мм жүреді. Ал оны белгілеп, ішке қаратай қойсам, ол не ішке қаратай да 50 мм-ге, яғни смещение береді осы сызықта. И одан кейін бұның тағы да бір жолы бар, қоюдың. Ол үшін былай қойсақ болады. Ол үшін сместить батырмасын басамыз командасын, мышканың оң жағын басып, вывод батырмасын басамыз. Так, мына жерде ол команданы сақтап қалды. Так, біз бұл жерде мысалға вывод батырмасын басатын болсақ, біз жаңағы нені қайттан қайталаймыз команданы. Если біз қазір мынаны қайттан басып, мына жерге через командасын басатын болсақ, и осы жерге мысалға 10 мм басып, интерді басатын болсақ, белгілесек, осы кезде біз өзіміз қалаған жағына қаратай, бір сөзбен айтқанда, өзіміз қалаған расстояниеге қаратай, біз бұны қоя аламыз, бір сөзбен айтқанда. Мысалға мен бұны былай қаратай жүргізіп, мысалға 100 мм деп басып, интер батырмасын бассам болады. Немесе 150 десем болады, мысалға. Түсінікті ғой, яғни басамыз, мышканың оң жағын басып, вывод батырмасын басып жібереміз осы кезде. Одан кейін өзіміз қалаған расстояниеге ығыстырсақ болады. Яғни осы команда да қолданылады сызба жұмыстарын жасау кезінде. Енді келесі команда ол мысалға установить по слою. Бұлар негізі редактированияға жататын командалар, бірақ та бұлар көбірек қолданылмайды. Смена пространствода мысалға көп қолданыла бермейді. Мына жерде увеличить, бұларда қарапайым, бұл редактирование полилиния, редактирование сплайн, редактирование штриховка, редактирование массив, және де сол сияқты. Мысалы мына жерде бұл выравнение. Енді бұған да пример көрсетуге болады. Мысалы выровнять командасына. Мысалы қараңыздар, біз мынандай бір тіктөртбұрыш сызайық та. Бағанағындай, мына жерге былай шеңбер, бұл мына екен былай жалғассын. Ал мына шеңбер былай жалғассын. Если мен бағана команданы алатын болсам, белгілесем, выберите объект деп тұр.
мышканың оң жағын басам, исходная точка. Яғни ол жерде уравнение жасады, бірақ та бұның положениясы қазірше басқаша болып тұр. Бір сөзбен айтқанда, бұл команда негізінде өте көп негізінде қолданысқа ие емес қазіргі жағдайда. Мысалы негізгі сызбаларды жасау кезінде және чертеждарды жасау кезінде көп қолданысқа ие бола бермейді. Өйткені сіздер ондай уравнение жасайтындай қателік жібермейсіздер, бір сөзбен айтқанда. Енді оны мысалға былайынан көрсетейік тағы да. Дәл солай мысалға мынаны былай қаратай ығыстырайық кішкене. Жанына қаратай. Одан кейін дәл соны копировать етіп, мына жаққа қаратай қойып, одан кейін барып, осыны кішкене айландырып, былай қаратай. Одан кейін мына команданы қайтадан бастап көрейік. Выберите объекты. Первая исходная точка, целевая точка. И вторая исходная точка и целевая точка. Мышканың оң жағын басам. Да. Яғни ол кішкене уравнение жасады, бірақ та біздегі фигуралардың орнын бір сөзбен ауыстырып жүрген сияқты көрінді маған. Бірақ мен өзім бұл командамен өте көп қолданбаймын бұл команданы. И одан кейін команда бұл разорвать командасы болып табылады. Бұны да көп қолданбаймын, бірақ та бұның өзінің қолданыс аясы бар. Мысалға мен оны басатын болсам, белгілейтін болсам, объектін белгілеңіз дейді. Объектін белгіледім. И объекті белгіленген жерден бастап, мен бұны разорвать ете аламын. Мысалға мен осы жерге дейін ол объектін бөлейін. Яғни бізде осындай бөлігі ғана қалады объектінің. Енді келесісі бұл, яғни нүктеде бөлік. Бұл да дәл сол сияқты. Бірінші нүкте. Міне ол бізде мына негізгі нүктемен мына сызықтың жартысын почти бізге бөліп берді. Мысалы мен удалить етсем болады. Удалить етіп алып тастасам болады. Одан кейінгі команда ол соединить командасы. Бұл команда өте көп қолданысқа ие, бір сөзбен айтқанда. Если мен қазір отрезекті алып келіп мында қайтадан жалғайтын болсам, енді отрезек өзі жеке бір сызық болып тұр, ал мынау контур ол жеке болып тұр. Енді олардың бәрі бірге болу үшін, бұлардың бәрі не үшін бұл команда бізге қолданысқа керек? Көбіне 3D модельді жасаған кезде біз осы команданы қолданамыз. Яғни осы команданың мүмкіншіліктерін пайдаланамыз. Сол кезде бізге осы команда керек болады. Яғни оны біз қазір қарастырайық, қалай жасайтынымызды. Біріншіден мен примерге уже қойдым бұл жерде. Мынаны белгілеп қойдым мұнда. Редактирование командасын басып, мына жерде соединить командасын басып, объекттің бәрін белгілеп, мышканың оң жағын басатын болсақ, бізде соединить етеді. Яғни бәрі қосылып тұр. Келесі команда бұл бізде обратить, яғни бұл бұған да көп назар аудармасаңыздар болады. Бұл көп қолданысқа ие емес команда, бір сөзбен айтқанда, бұны қолданбайды да негізінде. Келесі копировать объекты, бұны да көп қолданылмайды практика жүзінде. Удалять повторяющиеся объекты, бұл да көп қолданылмайды. Бұның жұмысын көбіне мына жұмыспен, яғни стереть жұмысы атқарады, бір сөзбен. Ал келесі команда бізде передний план, задний план деген команда. Яғни бұл бізде қазіргі таңда қолданысқа ие командалардың бірі. Алдымен мен сіздерге бір осындай линия тұрғызайын. Ол линияның қалыңдығын 0,7 мм деп, мына жердегі 5 линия қосады. Ал екінші линия бұл бізде дәл солай қызыл түсті және оның қалыңдығы
07 мм. Енді қараңыз, қызыл түс бізге қазір ақ түстің үстінде тұр да, бір сөзбен айтқанда. Енді мына команданы пайдалану арқылы біз мына передний планды басатын болсақ, мына объект қазір бізде бұнысы да передний планда тұр. Конкрет пайдалансақ, выберите объект, мышканың оң жағын бассам, ол бізде алдыңғы объектке, яғни алдыңғы сызықтың үстіне шығады. Қызыл сызықтың үстіне шығады. Яғни бір сөзбен айтқанда, бұл план сызу барысында және сызба жұмыстарын орындау кезінде бір сөзбен айтқанда, мынау контурный линия дейді. Контурный линия бізге қатты көріну керек. Мысалы, контурный линия сізде ақ болса, басқа линия қызыл болса, ол оның үстінен басып кеткені бір сөзбен айтқанда қисынға келмейді. Сондықтан оны осылай контурный линияны көрсетіп қояды. Бір сөзбен айтқанда. Жалпы мен қысқа да қысқа шолу жасап шықтым редактирование панелінде. Бұл жерде көп қолданысқа ие емес командалар бар. Астына жиналғаны, міне өздері астына жинап қойған автокад разработчиктері. Ал қолданысқа, яғни непрерывно дейді ғой, күнделікті қолданыстағы командалар, олар үстіңгі жақта мысалы өз орнында тұр. Мына жерде де дәл солай жасалған. Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталды. Біз бұл сабақта рисование панелі және редактирование панельдерін қарастырдық. Және де кез келген сызу жұмыстарын орындамас бұрын сіздер алдымен мына параметрлерге назар аударуларыңыз керексіздер. Бұл параметр динамический вывод, бағана айтып кеткенімдей. Демек, если мен бұны өшіретін болсам, мен тағы да қайталап айтамын осы командаларды. Бізде жаңағы жанында тұратын жазу, яғни командный строканы біз мына крестиктің жанында көре алмаймыз. Егер мен қоссам, ол бізге шығады. Көрдіңіздер ғой. Келесісі бұл отображение опорных линий, яғни одан кейін привязка. Яғни привязкалар бізде бәрі қосылып тұру керек. Себебі біз мысалға тіктөртбұрыштың центрін табуымыз керек. Және дәл сол сияқты басқа да мына жердегі командаларды орындап білуіміз керек. Тіктөртбұрыштың центрі, шеңбердің центрі, сызықтың центрі, екі шеті, квадрант, касательный және басқа да командалар осы жерде көрсетілген. Ал мына командамен біз жаңа ғана таныстық, бұл 5 линия, яғни линияның қалыңдығын көрсететін команда болады. Линияның қалыңдығы демекші, яғни әр линия әртүрлі сипатта болады, олардың бәрін біз алдағы сабақтарда өтетін боламыз, және сол жерде түсіндіріп өтетін боламыз сіздерге. Және бүгінгі сабақты түсіндіру үшін 2-3 рет қайталап көрулеріңізді сұраймын. Себебі әрбір информация бұл жерде маңызды болып